Қайырлы күн, қыздар. Бүгін біз сіздермен дамский пальчики жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, су, сүт, қант, жұмыртқа және де сарымай қажет болады. Барлық ингредиенттердің мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді ең алдымен ыдысымызға суымызды, сүтімізді, қантымызды және де шашын тұзымызды салып, оған сарымайымызды салып аламыз. Енді бұл ыдысты қазір отқа қойып сарымайды ертіп боламыз. Менімен соңына дейін болып, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Мінекей қыздар, біз майымызды ертіп жатырмыз. Оттың астын жоғары қойып, майымызды жақсылап ертіп аламыз. Майымыз жақсылап ергеннен кейін ұнымызды салатын боламыз. Мінекей қыздар, біздің сары майымыз жақсылап еріді. Енді оттың астын қаситып, байлатып, ұнымызды салатын боламыз. Ұнымыздың барлығын салып, араластырып отырып, жақсылап, тоқтамастан 2-3 минут араластыратын боламыз. Мінекей қыздар, біздің қамырымыз почти дайын болуға жақын. Осылай комок қалдырмай, жақсылап араластырып, тоқтамай араластырамыз. Қамырымыздың дайын болғанын мынау астына қарап білеміз. Міне астына уже шамалы жабысып жатыр, демек біздің қамырымыз дайын болды деген сөз. Енді қамырымызды оттан алып суытатын боламыз. Қамырымызды оттан алып басқа ыдысқа салатын боламыз. Басқа ыдысқа салып, шамалы суытамыз. Ыстықтай жұмыртқа салуға болмайды, сол үшін шамалы суығанын күтеміз. Суығаннан соң жұмыртқаны бір-бірлеп салып миксерлейтін боламыз. Мінекей қамырымды 1-2 миксерлеп алдым, тез суылуы үшін. Енді жұмыртқамыз күймейтіндей, пісіп қалмайтындай болған уақытта бір-бірлеп жұмыртқамызды бір-бірлеп салып отырып миксерлеп аламыз. Мінекей қыздар, біздің прокатройлеміздің қамыры дайын. Осындай консистенцияда болу керек. Енді бұны кондитерский мешокқа салып, пешімізде пісіріп алатын боламыз. Дәл қазір мен пешті қосып дайындап қоямын. Мен барлығын формаға салам дегенше пеш жақсы қызып дайын тұрады. Прокатройлемізді кондитерский мешокқа құйып алдық. Енді өзіміз қалаған формада құйып шыға берсек болады. Мінекей прокатройлемді құйып алдым. Енді бұны 180 градуста жақсылап пісіріп алатын боламын. Мінекей қыздар, мен екінші табына осылай құйып алдым. Сіздер қалағандарыңыздай кез келген формада құйып пісіре берсеңіз де болады. Бірінші табам әлі пісіп жатыр, 180 градуста 45-50 минут аралығында пісіріп алсаңыздар, іші жақсы пісіп, жақсы көтеріліп түсетін болады. Мінекей қыздар, менің прокатройларым пісіп шықты. Мына жақта қазір пісіп шыққандары бар. Барлығын бір бос табаға қойып суытып аламын. Бұлар жақсылап суимын дегенше мен крем дайындайтын боламын. Менің соңына дейін болып, видеоны қарап, ұнаса лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Енді крем дайындаймыз. Бірінші сіліктеймізді жақсылап ыдысымызға, құрғақ ыдысымызға құйып аламыз. Және де 20% дүкеннің қаймағы мұнда салып аламыз. Мына жерде 100 грамм сгущенка бар. Оны да құйып аламыз. Енді бұған қант ұнтағын салып аламыз. Сақырмай қойды. Енді осыны миксермен 2-3 минуттай тоқтамай миксерлеп алатын боламыз. Креміміз дайын. Кремді қатты загустить етіп қоюландырып қажет емес. Шамалы осылай болса жеткілікті екені. Қазір біз прокатройларымызды малып алған кезде жақсылап мороженое малынып әдемі болып шығуы үшін. Енді жағдайында өзіміз жасап жатқан үшін осылай үй тартуға салып ала беремін. Дамский пальчигімді сіздер егер дүкенге сатуға жасайтын болсаңыздар, кондитерский ыдысқа салғандарыңыз дұрыс. Былайынан 2-3 салып аламыз. Соны жақсылап кремімізге малып. Мінекей осылай. Менің дамский пальчиктарым томпақ-томпақ болып пышынай болып жақсы көтерілді. Сол үшін үлкен болып крем жағылғаннан кейін мүлдем кетті.
Мінекей қыздар, дамский пальчики почти дайын. Мен бұны түнде жасадым. Сол үшін бір түнде пропитация етуге тоңазытқышқа бетін жауып, салып қоятын боламын. Оформлениясын ертең жасайтын боламыз сіздермен бірге. Мінекей біздің дамский пальчигіміз дайын. Уже бетіне шоколадты глазур жақтық. Глазурдың ингредиенттерін описание бөліміне жазып кетемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдағы Рамазанға, аудашарға керемет десерт. Сау болыңыздар.